Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Текелі қалалық филиалының оқытушысы Құндыз Кәдірханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемнің үздік мұражайлары. Грамматикалық тақырып талғаулы салалас құрмалас сөйлем. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Жаңа сөздерді оқып, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Асыл тастар, атап өту, алаң, бірегейі, болып табылу, ескерткіш, жаңғырту, жинақталу, жалығу, қайталанбас, құндылық, мойындау, оң жақ шағалау, орын тебу, өткені, үздік мұражай, ұлықтау, тамашалау, ғасыр, тұз, тұспа-тұс келу, таңдаулы, топтама, шебер, сәулетші. Лувр қайталанбас өнер туындыларын тамашалау үшін халық ең көп жиналатын Францияның ұлттық мұражайы, яғни Европадағы ең тұңғыш мұражай болып табылады. Мұражай Сенаның оң жақ жағалауында, Париждің орталығында орналасқан. Ұлттық өнер галереясы. Бұл көркемөнер мұражайы Вашингтон қаласының ұлттық саябағында орналасқан. Аталған галереяда әлемдегі ең үздік европалық және америкалық шеберлердің туындылары жинақталған. Мұнда сурет, графика, мүсін, акварель, фотосурет, фарфор және сәндік қолданбалы өнер бұйымдыларын жалықпастан тамашалай аласыздар. Уффици галереясы. Әлемнің ең таңдаулы әрі ең үлкен көркем сурет және мүсін мұражайы Флоренцияның Уффици алаңында орын тепкен. Мұражайдың суреттер топтамасы Джотто, Симона Мартини, Леонардо да Винчи, Рафаэла, Микеланджело және Караваджо сынды әлем мойындаған тұлғалардың туындыларымен толықтырылған. Ватикан мұражайы. Әлемдегі ең үлкен мұражайлардың кешені. Мұражайда 1400 зал бар, және онда қойылған 50 000 затты көріп шығу үшін 7 шақырым жерді жүріп өту керек екен. Онда көне және қазіргі заманғы көркемөнер туындылары жинақталған. Египет мұражайы. Мысыр мұражайында көне Мысыр өнерінің әлемдегі ең көлемді топтамасы жинақталған. Мұражай тарихы ертерек 1835 жылдан басталады. Ал мұражайдың классикалық стильдегі қазіргі ғимараты француз сәулетшісі Марсель Дюнонның жобасы бойынша 1900 жылы тұрғызылған. Эрмитаж. Әлемнің ең үлкен мұражайларының бірі әрі бірегейі. Мұражайда әлем мәдениетінің 3 миллионға жуық өнер туындылары мен ескерткіштері қойылған. Мұражай 1764 жылы құрылған. Негізін қалаушы 2-ші Екатерина болып саналады. Бірінші тапсырма. Қалалар мен мемлекеттерді сәйкестендіріңіз. Мұражайларды әр елдің тұсына жазыңыз. Тексеріңіз.
Париж, Франция, Лувр, Вашингтон, ақш, ұлттық өнер галереясы, Флоренция, Италия, Уффици мұражайы, Санкт-Петербург, Ресей, Эрмитаж, Каир, Мысыр, Мысыр мұражайы, Ватикан, Италия, Ватикан мұражайы. Екінші тапсырма. Сөздерді бағандарға топтастырыңыз. Жақсы, дайын болсаңыз, тексеріңіз. Мұражайға өнер туындылары, мүсін, көркем сурет, ескерткіш, қолданбалы өнер, асыл тастар, археологиялық ескерткіштер. Кітапханаға кітап, кітапханашы, оқырман залы, кітапқа тапсырыс беру, сөздік, сирек кездесетін басылым, емтиханға дайындық. Театрға қойылым, әртіс, рөлде ойнау, қол шапалақтау, көрініс, сахна, гүл шоғын сыйлау. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырыбымызға өтейік. Талғаулы, салалас, құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем құрамындағы тең дәрежеде байланысқан екі сөйлемнің бірі екіншісі үшін талғау, таңдау мағынасын білдіретін салалас, құрмалас сөйлем түрі талғаулы, салалас, құрмалас деп аталады. Бұндай сөйлемдер не, немесе, я, яки, болмаса, не болмаса, әлде, мейлі, жалғаулық шылаулар арқылы жасалады. Мысалы, мен не бұл адамдардың ортасынан кетуім керек, не болмаса барша жанға тынышсыз болатын зұлымдықты қоюым керек екен ғой. Үшінші тапсырма. Сөздерді орын тәртібімен орналастырып, талғаулы, салалас, құрмаластың жалғаулық шылауларын атаңыз. Тексеріңіз. Ертең не жиналысқа қатысамын, не сапарға барамын. Мұражай Сатпаев көшесі, әлде Райымбек даңғылында орналасқан. Біз не театрға, не киноға барамыз. Төртінші тапсырма. Жағдаяттан шығып көріңіз. Сіздердің назарларыңызға бірінші суретте үлгі көрсетілген. Полиция не оны жібереді, не болмаса айыппұл салады. Жақсы, жарайсыздар. Құрметті тыңдаушылар, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрыңыз. Мұражай, ғимарат, асыл тастар, көркем өнер, өнер туындылары, мүсін. Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.